Сәлем достар, бұл тізімдердің жасаудың екінші бөлімі. Бізде қалғаны үшеу еді, соларды қазір жасайтын боламыз. Ең бірінші текст тұрған компонентке барып, тағы бір вариант нұсқасын жасаймыз. Ол нұсқада тексттардың бір-бірінің орнын ауыстырамыз. Енді есік тұрған иконканы үй деген иконкаға ауыстырамыз. Тура референсте көрсетілгенде ақпараттарды енгіземіз. Енді екінші мен үшінші, төртінші нұсқаларын жасайтын боламыз. Бұл жерде де тура осындай өзгерістерді енгіземіз. Енді бұл нұсқада иконканы алып тастаймыз да тоглды қосамыз. Және астыңғы тұрған тексті өшіреміз. Міне осымен бұл нұсқамыз дайын. Келесі тізіміміз ол осындай тексттен тұрады, соны қазір жасайтын боламыз. Бұл үшін иконкаларды, суреттерді, тобылды бәрін өшіріп қоямыз. Енді келесі нұсқада тогл мен текст қана, бұны да керек емес элементтерін өшіреміз. Сол кезде бізде осындай нұсқамыз пайда болады. Енді осындай төлеу әдістері ұсынған тізімдерді жасайтын боламыз.
Және иконкаларымызды алып компонент сет жасайтын боламыз. Содан соң иконкамызды алып, оны автолейаутқа саламыз. Енді бұдан компонент жасаймыз. Енді бұл компоненттің көшірмесін алып, біздің списогімізге қоямыз. Яғни бұл жерде текст пен иконкалар тұрған жердің арасына қоямыз. Және осы иконканы көрсететін немесе көрсетпейтін функция жасаймыз. Енді иконкамыз бар ғой, соның ішінде иконканы ауыстыратын оның қабілеті бар. Біз соны наследовать етеміз. Яғни бізде иконка тұрған автолейаут, оның осындай қабілеті пайда болады. Енді біз осы автолейауттан біздің списогімізге осындай қайттан қабілетін береміз. Енді қазір тексеріп көрейік, қалай болғанын. Енді қазір көріп тұрғаныңыздай, бізде оң жақ радиобатырма жетіспейді, және соны жасайтын боламыз. Бұл оң жағы бөлек радиобатырма болады, сол жағы бөлек радиобатырма болады. Олардың орындарын бір-біріне ауыстырмаймыз, бөлек-бөлек қосатын боламыз. Ол үшін радиобатырманың көшірмесін әкеліп, оны автолейаутқа саламыз. Содан кейін бұдан компонент жасаймыз. Және сол компоненттің көшірмесін бізде тогл тұрғанының қасына қоямыз. Енді біз автолейаут ішінде радиобатырма тұр ғой, біз соның қабілетін наследовать етуіміз керек, кейін оның көшірмесінде өзгерту үшін. Сондықтан біз автолейаутқа nested component деген батырманы басамыз. Және осы списокқа саламыз ғой, сол списокте nested component деген тағы да басамыз. Бізде сонда екі компонентте наследовать етіп отыр. Міне біздің тізімімізде оң жақ радиобатырма пайда болды. Енді референсі көрсетілгендей тізімімізді жасап шығамыз. Қазір тізімнің аватар қосылған екінші нұсқасын жасайтын боламыз. Енді аватарларымызды алып, бұдан компонент сет жасаймыз. Одан кейін көшірмесін автолейаутқа салып, одан да новый компонент жасаймыз. Және бұл көшірмені біздің списокке апарып қоятын боламыз.
және осы аватарға көрсетіп немесе көрсетпеу деген функцияны енгіземіз. Мына жерде ұмытып кеттім, кешіріңіздер, бірақ біз автолейаут бар ғой, аватар ішінде тұрған. Біз содан nested component деген басамыз. Бізде сол кезде аватардың ауыстыратын қабілеті енгізіледі. Және осыны потом листқа салғаннан кейін листтен де тағы nested component деген батырманы басамыз. Бізде сол кезде аватардың ауыстыру қабілеті ие боламыз. Қысқаша айтқанда біз екі компонентінде nested component деген батырманы басамыз. Ал енді мына жақта екінші нұсқасын жазып жатырмын. Ол үшін бізде артқы фонын бояймыз және ар жақтарына отступ қойып шығамыз. Сонымен қатар иконкасын ауыстырамыз. Сол кезде біздің референстегідей түрі дайын болады. Міне осымен сабақ аяқталды. Сіздердің назарларыңызға көп рахмет. Және де сіздің сұрақтарыңыз болып жатса, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, мен жауап беремін.